Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кереметтей пиццаның 2 түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі ұнымызды илеп аламыз, нанымызды дрожжи қосып, тұзды су қосып илеп аламыз. Міне оны жылы жерге қойып 1 сағаттай ашытып аламыз. Нанымызды ашыған нанымызға, ашып тұрған нанымызға алып, сумайымызды жағып, тек қана сумай пайдаланатын боламыз. Оны мен қазір 2 бөлікке бөліп аламын, өйткені мен сіздермен бүгін 2 түрлі пицца жасайтын боламын. Сол себепті біреуі куриный және помидор, қияр қосатын боламын біреуіне. Біреуін тек қана куриный қылып жасайтын боламын. Мен нанымызды осылай қолымызбенен жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен кішкене жайып жібереміз. Мінекей. Жайып алдық. Енді табамызды сары майменен майлап аламыз. Сондай. Нанымызды алып салып, бәрін бір келкетіп түзелеп шығамыз. Енді бізге керек болады асып пісіріп алған тауық етімізді ұсақтап төртбұрышты етіп турап шығатын боламыз. Осылай ұсақтап турап аламыз тауық етімізді. Енді нанымызға кішкене кетчуп жақтым. Бір қасықтай әр жеріне, оның үстіне майонез жағып жатырмын. Негізі екеуін бірге араластырып алып жақсаңыздар да болады. Мен жеке-жеке жағуды жөн көрдім. Мінекей жағып алдық. Енді турап алған тауығымыздың етін бетіне сеуіп, әр жеріне бір келкі қылып сеуіп шығатын боламыз. Пісіп тұрған тауық еті болды бізде. Енді осыны үстіне помидорымызды, осылай дөңгелек етіп туралып алған помидорымызды қойып шығамыз. Енді бұның жанына қиярымызды қойып шығатын боламыз. Мінекей қойып шықтық. Енді біз үстіне салмамызды дайындайтын боламыз. Сырымызды осылай үккіштен өткізіп алып, дайындап алам. Пиццамыз пісіп шыққанша, пиццамыз пісуге бір 5 минут қалған кезде, бір 2-3 минут қалған кезде бетіне себетін боламыз сырымызды. Пиццамыз 2 минутқа артық тұрып кетті, кішкене қызарып кетті. Мен бұны 15 минутта пісіріп алдым. Бетіне осылай сырымызды түгел қосып сеуіп шығамыз. Сырымызды енді мен 1 минутқа қоятын боламын. Сырымыз өте қатты тез еріп кететін болғандықтан, оның үстіне пиццамыз да пісіп кетіпті екен. Уже салып 1 минутқа духовкаға қойып шығатын боламын.
Міне сырымыз еріді, өте тәтті, өте дәмді болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін, жасап көріңіздер. Ал енді кеттік екінші пиццамызды жасауға кірісейік. Екінші нанымызды, жаңағы жарты нанымызды алып жайып, тура жаңағындай табамызды майлап табамызға салып алатын боламыз. Бәрін біркелкі етіп осылай қолдың көмегімен жаймалап шығамыз. Табамызға салып алдым, кетчупымызды жағып алдым. Енді бізге майонез жағу керек болады. Майонезімізді жағып, бетіне бұның да үстіне тауық етін сеуіп шығатын боламыз. Мен негізі колбаса қоспадым. Колбасасыз жасауды жөн көрдім. Менің отбасым колбасаны ұнатпайды. Өзім де колбасаны ұнатпаймын. Сондықтан тек қана тауық етімен жасауды жөн көрдім. Мінекей тауық етін барлығын сеуіп шықтым. Тауық етін барлық жеріне сеуіп шықтым. Енді бұның үстіне біз духовкаға салып 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Он 15 минут өтіп пісіріп алып шықтық. Мінекей енді сырымызды бетіне сеуіп, қайтадан духовкаға салып 1-2 минутқа пісіріп алатын боламыз. Бұл бізде тек қана куриный тауық етіменен сырдан жасалған болады. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, подпискаға тіркелулеріңізді сұраймын. Мінекей салдық духовкамызға, міне алып шықтық. Бізде 2 түрлі пиццамыз дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.